Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының бас прокурорына жолданады. Құрметті Ғизат Дәуренбекұлы, 2018 жылғы 5 наурызда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президенттің 5 әлеуметтік бастамасы атты халыққа үндеуінде студенттердің жағдайын жақсартуға, оның ішінде 2022 жылдың соңына дейін елімізде 75 мың студентке жатақхана салу туралы тапсырма берген болатын. Білім және ғылым министрлігінің мәліметіне сәйкес бүгінгі таңда еліміздің 81 студент жатақханаға зәру болып отыр. Осы орайда ағымдағы жылдың 18 желтоқсанында Время газетінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне қатысты жарияланған проектінің сметная мистификация мақаласы біздің депутаттық сауалымызға түрткі болды. Газетте жарияланған мәліметтерге сүйенсек, осыдан 7 жыл бұрын университет жатақханалар, медициналық орталық, сондай-ақ инновациялық кластердің құрылысына жобалық сметалық құжат әзірлеуге 6 миллион доллардан астам бюджет қаражатын жұмсаған. Мақалада нысандар әлі күнге дейін салынбаған айтылған. Белгілі болғандай бөлінген қаражатқа жатақхананың құрылысына жобалық сметалық құжат әзірлеу мерзімі 2011 жылдың шілде айынан бастап 2016 жылдың шілде айына дейін 12 рет созылған. Сонымен бірге медициналық орталықтың құрылысының жобалық сметалық құжат әзірлеу мерзімдері 2016 жылдың маусымына дейін бірнеше рет кейінге қалдырылған. Тендерлерді ұтып алған екі компанияның да бір мекен жайға, яғни Өскемен қаласы Сәтпаев көше 29 үйге тіркелгені күдікке алатады. Сонымен бірге университеттің жанындағы инновациялық кластердің жобалық сметалық құжатын әзірлеу 6 рет кейінге қалдырылып, мерзімі 2016 жылға дейін созылып отырған. Құрметті Ғизат Дәуренбекұлы, жоғарыда айтылғандардың негізінде осы мәселе бойынша заңнамада белгіленген тәртіпте тиісті іс-шаралар қарастырып, өз позицияңызды білдіруді және Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының 27 бабына сәйкес белгіленген мерзімде депутаттық сауалды қарау нәтижелер туралы жазбаша жауап беруді сұраймыз. Құрметпен Сенат депутаттары Төреғалиев, Жүсіп, Қаппаров, Әкімов.